Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай өте ерекше дәмді тағаммен бөлісемін. Кешкі асқа керемет идея. Сіздер жасап көріп, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен қамырын илеп аламыз. Судың үстіне дәміне қарай тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнды екіге бөліп қосып, қаттылау қамыр илеп шығамыз. Сіздер қаласаңыздар қамырға жұмыртқа қосып илесеңіздер де болады. Одан соң қамырдың бетін жауып, 15 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін поливын дайындап қоямыз. Қызып тұрған майда пиязды ортасынан бір бөліп турап, үстіне қосып қуырамыз. Одан соң үстіне томат пастасын қосып, тағы да қызартып қуырып алдым. 40 қабатта, яғни капустаны майдалап турап, оны да қосып, жақсылап қуырдым. Сәбіз бен картопты видеодағыдай турап дайындап қойған болатын. Оны да қосып, жақсылап араластырамыз. Енді мен бетімен бірдей су құйып, одан соң дәміне қарай тұз және перец, қызыл паприканы қосып, жақсылап араластырдым. Дәмі шықсын деп, бір лавр жапырағын бетіне қойып, бетіні жауып, пісіріп алдым. 15 минуттан кейін қамырымды алып, екі бөлікке өзіме ыңғайлы етіп бөліп алдым. Одан соң қамырды жып-жұқа етіп жайып шығамыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да өте ерекше ыстық тағамдардың түр-түрлі рецептері бар, және тәттілердің де рецептерін таба аласыздар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Одан соң жайып болған қамырымызды осындай кесемен немесе домалақ нәрсемен барлығын бірдей етіп бөліп шығамыз. Салмасын дайындаймыз. Фаршын үстіне 4 піштетіп майда етіп туралған пиязымызды қосамыз. Одан соң дәміне қарай тұз, перецті қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырлардың барлығы бірдей осындай бір келке домалақ болып шығу керек. Енді қамырдың ортасына осы салмамызды салып, 3 бұрышты етіп, ортасын ашық етіп түйіп шығамыз. Солай барлық қамырдың ішіне фаршты салып, дәл видеодағыдай ортасын ашық етіп түйіп шығамыз. Барлығын осылай түйіп шықтым. Одан соң қазанымыздағы поливтің үстіне осы қамырдың барлығын қойып шығамыз. Қамырды бір-бірінің үстіне қоятын кезде міндетті түрде арасын майлауға кеңес беремін. Өйткені бір-біріне жабысқауы мүмкін. Мен арасын майламағандықтан кішкене жабысыңқырап қалды. Енді бетін жауып, жарты сағаттай пісіріп аламыз. Менде осылай пісіп шықты. Қамырдың шет-шетіне қойып, поливін ортасына осылай мен сияқты сәндеп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Кешкі асқа керемет идея. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.